Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай құрамында 1 грамм дрожжи жоқ табиғи ашытқыдан пирожки дайындаймыз. Алдымен суымызға, мұздай суға алдын ала дайындап қойған закваскалы апарамызды салып аламыз. Одан кейін үстіне ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Видеода байқағандарыңыздай тұз салынбады. Бұл қамырды илеп болғаннан кейін 40 минуттан кейін тындырып қойып, тұзды кейін саламыз. Қырық минут демалған қамырымызды алып, осылай арасын ашып аламыз да, одан кейін сары майымызды, қантымызды, тұзымызды салып, орап алып, жақсылап барлығы сіңгенше ұрғылаймыз. Майымызды осылай жақсылап жағып аламыз. Одан кейін осы видеодағыдай ұрғылау процесін жасаймыз. Егер бұлай жасау басында қиын болса, кәдімгі маймен қантымыз, тұзымызды бірге қосып илеуге болады. Осылай жақсылап ұрғылап аламыз, тұзы сіңгенше. Бізде дайын болып қалды. Енді осыны 40 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Әр 40 минут сайын 2 рет обминка жасаймыз. Енді салмасына картошкаға азырақ май салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде қамырымыз дайын болды. Енді осыны майда бөліктерге бөліп, кәдімгі дрожжидан ешқандай айырмашылық жоқ, өте жұмсақ, әдемі болып көтерілген. Барлығын осылай шарықтап майда бөліктерге бөліп алып, домалақтап, кейін бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды осылай жайып алып, арасына картошкамызды салып, алдын ала дайындап аламыз. Құрамында дрожжсыз табиғи ашытқыдан жасалған нандарымыз 2-3 күн тұрса да, иісі шығып көгеріп кетпейді. Енді қызып тұрған табада барлығын осылай салып пісіріп аламыз, қызартып. Қазанға мән бермейміз, себебі мен бұған закваскадан нан жасаймын. Духовкада бетін парит еткенге. Міне біздің дрожжсыз пирожкиларымыз пісіп шықты, көтеріліп, әдемі болып шығып жатыр. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Міне осылай көтеріліп, қызарып, жақсы шығады. Бізде барлығы осылай пісіп шықты, жұмсақ, арасы да толықтай пісіп шығады.